Сәлеметсіздер ме, балалар? Біз бүгін қоршаған орта факторларының жергілікті экожүйе организмдерінің тіршілігі мен таралуына әсері тақырыбын бастаймыз. Бұл тақырыбымыз 7 сыныптағы экожүйелер тарауының бірінші тақырыбы болып табылады. Енді келесі слайдқа көшейік. Жалпы біз бұл тақырыпта қоршаған орта факторлары, абиотикалық, биотикалық, антропогендік факторлар, судың, жарықтың, жалпы тірі организмдер үшін маңызды сұрақтарына жауап беретін боламыз. Дәптерлеріңізге конспекттеп жазып отырыңыздар керекті ақпараттардың барлығын. Сабағымызды бастайық. Жалпы жер бетіндегі әртүрлі табиғи жағдайлардың жиынтығын біз тіршілік ортасы немесе қоршаған орта дейміз. Сіздерге бұл үнемі ұбт-да кеседі, сондықтан түртіп алыңыздар. Қоршаған орта жағдайларына нені жатады? Жарық, температура, ылғалдылық, топырақ және pH жатады. Тірі организмдердің тіршілігіне әсер ететін кез келген орта жағдайларын немесе құрам бөліктерін біз экологиялық фактор деп атаймыз. Енді бұл жерде экология деген түбірін білесіздер, иә? Бұл қоршаған ортаны зерттейтін ғылым, яғни ойкос, үй-жай деген мағынаны білдіреді. Осы экологиялық фактордың 3 түрі бар. Бұлар абиотикалық факторлар, биотикалық факторлар және антропогендік факторлар. Енді бұларға нелер жатады? Осыны дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Бұл ұбт-дағы кездесетін сұрақтардың бірі болып табылады. Абиотикалық факторларға климат жатады, топырақ жатады, жер беттері және атмосфералық газдар жатады. Ал биотикалық факторлар дегеніміз не? Бұл жалпы ағзалардың бір-біріне және тіршілік ортасына әсері. Бұл жерде жаңағы жағымды, жағымсыз әсерлер жатады, иә? Ал антропогендік фактор дегеніміз бұл адамның іс-әрекетінің табиғатқа әсері. Тағы да айтамыз, бұл жерде адам табиғатқа жақсы, оң әсерінде және теріс әсерінде көрсете. Бұл яғни антропогендік фактор дейміз. Келесі, осы жалпы тірі организмдердің жарықтың және судың, температураның әсері болады. Олар яғни әр организмде әртүрлі болады. Мысалы ретінде біз суды алатын болсақ, бұл организмдер үшін өте қажет. Сусыз жалпы тіршілік жоқ екенін сіздер білесіздер. Егер су жеткіліксіздігі организмдердің дамуына әсер етіп, олардың тіршілік әрекеті мен таралуында шектелуіне себепші болады. Жалпы су барлық организмдер үшін аса қажет. Одан кейін жарықты айтамыз. Бұл жарықта организмдер үшін өте қажет, өйткені бұл энергия көзі болып табылады. Мысалы ретінде жасыл өсімдіктердегі хлоропласттардың құрылымында қалыптасқан хлорофилдің түзілуіне міндетті түрде бізде жарық қажет болады. Және де бұл бір сөз айтқанда фотосинтез процесінің жүруіне немесе қатысуына да әкеліп соғады. Жалпы осы өсімдіктер жарық жағдайына бейімделуіне қарай экологиялық топтарға бөлінеді. Ол жарық сүйгіш өсімдіктер, көлеңке сүйгіш өсімдіктер және көлеңкеге төзімді өсімдіктер дейміз. Мына жерде сіздер слайдта қарасаңыздар, жақшаның ішіне өсімдіктер атауларын жазып қойдым, осыларды жаттап аласыздар. Яғни күн көзін немесе жарықты жақсы көретін өсімдіктерге қант қамысы мен қарағай жатады. Бірақ бұл жерде өте көптеген өсімдіктер бар. Біз оқулық бойынша ғана берілген өсімдіктерді алдым, сіздерге мен. Ал көлеңкені жақсы көретін өсімдіктерге, яғни плауындар, мүктер, саумалдықтар, қырықжапырақтар жатады. Байқап тұрсаңыздар. Ал көлеңкеге төзімді өсімдіктерге қара жидек пен жылқы шөбін жатқызамыз. Енді жалпы жануарлар үшін жарықтың маңызы қандай болады? Осыған кішкене тоқтала кетейік. Жануарлар үшін күн жарығы өте қажетті фактор болып есептелмейді. Себебі олар өсімдіктерде жинақталған энергияның есебінен тіршілік етеді. Сонда да жануарлардың тіршілігінде жарық маңызды орын алады. Әрбір түрге түскен жарықтың белгілі бір спектрі, қарқындылығы мен жарықтан ұзақтығының қажеттілігі әртүрлі. Қалыптан ауытқу олардың тіршілік бәсеңдігін төмендетеді, кейде тіршілігін жоюға да алып келеді. Жануарлар үшін жарық көруге қолайлы жағдай жасайды. Олар сыртқы әлем туралы ақпараттың маңызды бөлігін кеңістікті көруді бағдарлау арқылы алады. Жалпы осы аталған жаңағы температура болсын, жарық болсын, су болсын, тірі организмдер үшін аса қажетті болып келеді. Жалпы бұл бүгінгі сабағымызда сіздер осы өсімдіктердің жарық жағдайына бейімделуіне қалай
қандай топтарға бөлінетін, оларға қандай өсімдіктер жататын, биотикалық факторлар дегеніміз не, олардың мысалдары және де қоршаған ортасы және экологиялық факторлар анықтамасын білулеріңіз қажет. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі, осы жалпы тірі организмдердің жарықтың және судың, температураның әсері болады. Олар яғни әр организмде әртүрлі болады. Мысал ретінде біз суды алатын болсақ, бұл организмдер үшін өте қажет. Сусыз жалпы тіршілік жоқ екенін сіздер білесіздер. Егер су жеткіліксіздігі организмдердің дамуына әсер етіп, олардың тіршілік әрекеті мен таралуында шектелуіне себепші болады. Жалпы су барлық организмдер үшін аса қажет. Одан кейін жарықты айтамыз. Бұл жарықта организмдер үшін өте қажет, өйткені бұл энергия көзі болып табылады. Мысал ретінде, жасыл өсімдіктердегі хлоропласттардың құрылымында қалыптасқан хлорофилдің түзілуіне міндетті түрде бізде жарық қажет болады. Және де бұл бір сөз айтқанда фотосинтез процесінің жүруіне немесе қатысуына да әкеліп соғады. Жалпы осы өсімдіктер жарық жағдайына бейімделуіне қарай экологиялық топтарға бөлінеді. Ол жарық сүйгіш өсімдіктер, көлеңке сүйгіш өсімдіктер және көлеңкеге төзімді өсімдіктер дейміз. Мына жерде сіздер слайдта қарасаңыздар, жақшаның ішіне өсімдіктер атауларын жазып қойдым, осыларды жаттап аласыздар. Яғни күн көзін немесе жарықты жақсы көретін өсімдіктерге қант қамысы мен қарағай жатады. Бірақ бұл жерде өте көптеген өсімдіктер бар. Біз оқулық бойынша ғана берілген өсімдіктерді алдым сіздерге мен. Ал көлеңкені жақсы көретін өсімдіктерге, яғни плаундар, мүктер, саумалдықтар, қырықжапырақтар жатады. Байқап тұрсаңыздар. Ал көлеңкеге төзімді өсімдіктерге қара жетек пен жылқы шөбін жатқызамыз. Енді жалпы жануарлар үшін жарықтың маңызы қандай болады? Осыған кішкене тоқтала кетейік. Жануарлар үшін күн жарығы өте қажетті фактор болып есептелмейді. Себебі олар өсімдіктерде жинақталған энергияның есебінен тіршілік етеді. Сонда да жануарлардың тіршілігінде жарық маңызды орын алады. Әрбір түрге түскен жарықтың белгілі бір спектрі, қарқындылығы мен жарықтану ұзақтығының қажеттілігі әртүрлі. Қалыптан ауытқу олардың тіршілік бәсеңдігін төмендетеді, кейде тіршілігін жоюға да алып келеді. Жануарлар үшін жарық көруге қолайлы жағдай жасайды. Олар сыртқы әлем туралы ақпараттың маңызды бөлігін кеңістікті көруді бағдарлау арқылы алады. Жалпы осы аталған жаңағы температура болсын, жарық болсын, су болсын, тірі организмдер үшін аса қажетті болып келеді. Жалпы бұл бүгінгі сабағымызда сіздер осы өсімдіктердің жарық жағдайына бейімделуіне қандай топтарға бөлінетін, оларға қандай өсімдіктер жататын, биотикалық факторлар дегеніміз не, олардың мысалдары және де қоршаған ортасы және экологиялық факторлар анықтамасын білулеріңіз қажет. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер.